Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен алма қосылған сүзбелі бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл бәлішті дайындау өте оңай, қол жетімді, әрі өте дәмді. Менің арнама тіркеліп, лайк, басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен алдағы уақытта сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ұнымызға разрыхлителімізді, шекерімізді, үй температурасындағы сары майымызды қосып, крошка жасап аламыз. Енді оның үстіне жұмыртқамызды, қаймағымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды салафанға орап, холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Қамырымызды холодильниктен алып, формамызға жайғастырамыз. Бортик жасаудың қажеті жоқ. Қамырымызды формаға жақсылап жайғастырып болғаннан кейін қамырымыз көтеріліп кетпес үшін вилкамен тесіп қоямыз. Алмаларымызды екі бөлікке бөлеміз. Содан кейін жақсылап турап, қамырымыздың бетіне орналастырамыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін творогқа шекерімізді және бір жұмыртқаны жарып, блендермен еземіз. Дайын салмамызды алманың бетіне біркелкі етіп жайғастырамыз.
айнала қыздырылған 170 градус пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Бәлішіміз пісіп жатқан уақытта меренгамызды дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқамыздың ағуызына шекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Піскен бәлішімізді духовкадан алып, оның үстіне меренгамызды жақсылап орналастырамыз. Меренго жақып болғаннан кейін бәлішімізді 170 градуста духовкаға 10 минутқа